Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дрожжімен жасалатын, яғни ашытқымен жасалатын блинчики дайындаймыз. Оған бізге 3 жұмыртқа кетеді, ашытқы, ұн, тұз, қант, сұйық май, ванилин және жылы сүт керек болады. Ең бірінші 3 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жылы сүтімізді аз-аздан құйып, блинчикпен араластырамыз. Ал дрожжымызға кішкене сүт құйып қоямыз. Массамызға тұзымызды қосамыз. Қантымызды қосамыз. Одан кейін кішкене ванилин 2-3 граммдай қосамыз. Одан кейін ұнымызды қосып араластырып аламыз. Бізде комок қалмау керек, сондықтан ұнымызды аз-аздан қосып, оның үстінен сүтімізді де солай аз-аздан қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ашытқымызды құямыз. Одан кейін 4 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Осындай болып шығу керек. Енді 10-15 минуттай жылы жерге қойып қоямыз. Блиніміздің сұйықтығы осындай болу керек. Енді табамызды қыздырып, блинімізді пісіріп бастаймыз. Қызып тұрған табамызға блинчигімізді құйып, екі жағын 1-2 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей тесіктері пайда болып, өте әдемі болып шығады. Бәрін осылай қызарғанша пісіреміз. Мінекей блинчиктарымыз дайын болып қалды. Өте дәмді болып шығады. Және де өте жұмсақ болады. Мінекей тесіктерімен де әдемі болып көрінеді. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.